Zаңсыз жатыр. Соның ішінде мына Ерғали Күлбаев пен Молдабай Сәдібек деген азаматымыз бар. Соның ішінде мына жерде біз саламатсыздар ма қазақ елі? Ерғали Күлбаевқа, Молдабек Сәдібекке біз аштық жариялап отырған едік, бостандыққа шығаруын талап етіп. 5 полиция келіп отыр. Қазақстан мемлекетінде осындай жағдай болып жатыр. Санкция берді, қамауға. Простоиш, мысалға да, бір экспертизаны 2 айда бітіреді. Сөз берген. 3 айға берген уақыт прокуратураға келіп, мына жерде мыналарға шақыртып отырған прокуратураның ішіндегі. Сотқа жібереміз деді. Өтірікте тұрмады. Әпкесі дегенге санкция тағып жүрмеді. Дауыс естіліп тұр ма? Сонда өз сөзінде тұрмайды. Қазір бізді Тоқаевтың политикасына мына прокуратура қарсы келіп отыр. Тоқаев не деді? Ешқандай еш нәрсеге қатысы жоқ болатын болса, бүлдірмеген, ешкімді ұрмаған адамдар болатын болса, жіберсін деді. Қазір не істеп жатыр? Халықты Тоқаевқа қарсы айдап салып, Тоқаевты жаман көрсету нәрселер істеп жатыр. Біз біріншіден қазір Тоқаевтың политикасын қолдаймыз деп мына жерде аштық жариялап отыр. Біріншіден. Екіншіден, жазықсыз жатқандарды босатсын деп отырмыз. Қарасын, әйтпесе жазықты дейтін болатын болса, келіншегі, маған, немесе осы қоғам белсенділеріне көрсетсін. Есіміңіз кім? Нысаналы Ағаділов менің атым. Қандай ғой, қазір түнгі уақыт. Иә. Жерде бұндай нәрсемен ешқандай мәселе шешіліп қалмайды. Күндізгі уақытта келіп, Жаның ашығаннан кейін келіп тұрмын дейсің ғой. дау жанжалсыз шешуге, бұл жерде түнгі уақытта сіз бұл жерде отқаннан ештеңе таппайсыздар. Жұмыс уақыты аяқталған. Бұл жерде сіздердің біз наразылығымызды білдіріп, шетел көрсін, Америка көрсін, бізде Тоқаев көрсін. Тоқаев көрсін. Себебі біз Тоқаевты қолдаған, Тоқаевтың политикасын, саясатын қолдаған адамдарға мына бізде прокуратура қызметкерлері қарсы болып жатыр деп жатыр. Если сіздер келіп отырған болсаңыздар, Тоқаевқа қарсысыз ба политикасына? Айтыңыз, қарсы болсаңыз, қарсымын деңіз. Қазір кеттік қалай? Сіз олай. Айтыңыз. Сіз олай тұрмаңыздар. Сіз олай емес, мен сізге келіп отырған. Сіздер айтып жатырмын, тыңдасаңызшы мен. Мен сізді тыңдадым, дұрыс па? Иә. Сіз де бізді тыңдаңыз. Жұмыс уақыты аяқталған, түнгі уақыт. Бұл жерде отқаннан сіздер ештеңе таппайсыздар. Күндізгі уақытта келіп, арыз шағымдарыңыз болмаса, өздеріңізді мазалап жатқан сұрақтарыңыз болса, айтып, дау жанжалсыз шешуге болады аға. Біздің жоқ Кінәсіз адам болса, оны обязательно заң жүзінде босатады. Оны заңсыз Қанша дәлел бар? Қанша дәлелді бердік? Куәгер бар, полковникті құтқарған. Санкция берілсе, тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Кінәсіздігі дәлелденсе, тергеуші Нұрдәулет, если действительно ертең бізбен бірге келіп тергеушісің ғой, көмектесем десең, біз қайтамыз. Айып тағу үшін да, кінәсінде соңында көрсету керек келіншегіне да. Мысалға, бір филологический экспертизаны қолдарынан келмей жатса да, 3 айдан бері істеуге да бізге келмей жатыр қолымыздан. Адам таппай, эксперт таппай жатырмыз дейтін болатын болса, біз өз ақшамызға, біз дайынбыз сол экспертизаны жататуға. Ат-жөндеріңіз жазып алайын. Жазып ал. Ертең келесің ғой. Басшы құрам сұралады. Не болған, не жағдай адамдардың арыз шағымдары. Мынау тұр ғой, мына тұр ғой. Тергеу бері қара. Тергеу сендердің қолдарында емес. Тергеу прокуратураның қолында. Иә, прокуратурада ғой. Ешкім астырмайды оған. Иә, если сендердің қолдарында болатын болса, сендерге не қылатын едім. Қазір білесің ғой, олар кімді тергеп жатқанын. Сендерде ешкім болса, сендерде де
құзыреттерің бар ма? Бойынша арнайы топ құралған. Иә, прокуратура. Арнайы топ араласады. Арнайы топ Со арнайы топ тыңдамай жатыр бізді. Тергеп жатыр ғой енді сол. Енді алдағы уақытта мен сізге былай болады, болмаса жеу жерет уақыт қамап қояды деп алдын кесіп ештеңе айта алмай түсіндіресіз. Вот, сол үшін біз шығып тұрмыз. Не болғанын білмеймін. Сол себепті егер кінәсіз болса, ол кісілерді міндетті түрде босатады. Кінәлілігі дәлелдеп жатса, заң шеңберінде шара қолданады. Қазір түнгі уақыт. Бізге жандарын ашып келіп отыр ғой. Иә, жандар. Нариман деген біздің кезекші прокурор шақырып отыр осыларды. Нелерім жоқ еді. Біз себебі біздің ешкімнен шалып түскен жоқ. Өтіп бара жатқан біреуі тиіскен жоқ. Біреуді әкең деген жоқ. Аштық жариялап отырсақ, біз тамақ ішкіміз келе ма, ішкіміз келмей ма, оны өзіміз білеміз. Дұрыс па? Отаныңыз шектеп жатқан жоқпыз, аға. Жоқ, енді қараңыз. Жақсы оймен, жақсы ниетпен айтып жатыр. Күндізгі уақытта мәселелеріңізді келіп, арыз шағымдарыңыз болса, осындай мәселе туындаған ниетте. Жоқ, тыңдаңызшы сіз. Бейбітшілік түрде шешуге болады, аға, дұрыс па? Жоқ, мынаны қараңызшы. Сотталып отырған Ерғали Күлбаев бар ғой, соның келіншегі да пәтерде жүр. Отбасын асырап отырған сол жігіт. Енді бұл қай жерден бар тамақ неғып, бала-шағасын қалай асырайды, соны айтыңыздаршы. Жоқ, мен ақша беріп тұрам десеңіздер, кетейік. Асыраймыз деңіздер, кетейік. Біз негізі. Так. Мына жерде осындай жағдай болып жатыр. Қазір енді артынша қайтадан шығып хабарлайтын болам.